Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен пельменнің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пельменнің тестасы пісу барысында езіліп кетпейді, бәрі бірдей керемет болып шығады. Бұл тестаны дайындау үшін бізге 500 грамм жылы суға бір ас қасық тұзды салып, жақсылап тұз ерігенше араластырып аламыз. 1 кг 250 грамм ұнымыздың үстіне 3 жұмыртқамызды саламыз. Енді ұнымыздың үстіне жылы суымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Ешқандай комок қалмауы керек. Тестамызды жақсылап илеп болғаннан кейін 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. 10-15 минуттан кейін қайтадан қамырымызды илеп, июі қанғанша бетін жауып қоямыз. Енді қамырымызды 3 бөлікке, яғни 3 суалаға бөліп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай пельменнің қамыры өте керемет болып шықты. Енді осы тестаға жеткілікті етіп фаршын дайындаймыз. Ол үшін бізге 1,5 килограмм фарш, 500 грамм пияз керек. Пиязды өте ұсақтап турап, татымына қарай тұз бен бұрышты салып, жақсылап араластырып фаршын дайындайтын боламыз. Дәл осы фарш 3 суала қамырымызға жеткілікті болады.
Ал енді осымен пельмендеріміз дайын болды. Ешқайсысы да пісу барысында жарылып кетпейді. Тестасы өте керемет болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Егер де менің видео рецепттерім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Күн сайын арнамда жаңа рецепттер, сіздермен бірге Тоғжанның асханасы ас болсын.